Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Айнұр. Бүгін сіздерге мантының үй жағдайында жасалатын қарапайым, езілмейтін, жыртылмайтын, сочный болып шығатын мантының рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше менімен бірге жасаңыздар. Ұнымызды електен өткізіп, бір жұмыртқамызды саламыз. Содан соң суымыздың үстіне тұзымызды салып, орташа қамыр илейміз. Қанша су, қанша тұз керек екенін описаниядан қалдырып кетемін. Сол жерден қарай аласыздар. Қамырымызды 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң 3 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды осылай жұқалап жайып аламыз. Барлығын бірдей етіп кесіп аламыз. Содан соң фаршымызды дайындаймыз. Оның үстіне жуамызды, қара бұрышымызды, тұзымызды салып дайындаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыз болады. Барлығын жинақтап, оны 45 минутқа пісіріп аламыз. Мен өзім пайдаланатыным манты қазанның ең үсті жағына пленка жаптым. Өйткені асты суласып кетпеу үшін осылай жасадым. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.